Армысыздар, қадірлі достар. Біздің YouTube каналымызға жазылдыңыз ба? Жазылмасаңыз подписаться мәзірін басып, жазылыңыз. Видеомызға лайк басып, мемлекеттік тілде дамып жатқан контентімізге өз қолдауыңызды көрсетуіңізді сұраймыз. Қазақстандық шоу-бизнес серісі Тәуекел Мүсілім мен оның қалыңдығы Махаббат Түктібаева заңды түрде ерлі-зайыпты атанды. Қос ғашық күні кеше некесін қидырған. Оған әлеуметтік желіде жарияланған суреттер мен жазбалар дәлел болмақ. Жақында ғана Мүсілім әулетіне келін болып түсіп, беташар жасалған ару ресми түрде талай қыздың арманы болған актердің әйелі атанды. Бұған дейін мұсылманша мешітте некесін тіркеген Тәуекел мен Махаббат бұл жолы заң жүзінде ерлі-зайыпты болды. Бұл туралы олар Instagram желісінде хабарлаған. Алланың алдында, Қазақстан Республикасының алдында ерлі-зайыпты болдық. Альхамдулиллах. Уайымдамаңыздар, үлкен той жазда болады деп жазды күйеу жігіт. Айта кетерлігі, қостанайлық ару жолдасының тегін алып енді Махаббат Мүсілім болды. 13.01.2020. Иә, дәл бүгін біз ресми түрде некемізді тіркедік. Біз енді ерлі-зайыптымыз. Құттықтауларыңызды қабылдауға дайынбыз. Көпшілік менен қандай сезіндесің деп сұрауда. Шын мәнісінде жолдасың бар екенін сезіну әлде қызық. 3 ай өтіп кетті ғой. Сол себепті бүгінгі күн менің өмірімде айтарлықтай ештеңе өзгерткен жоқ. Бар болғаны қуаныштың тағы бір себебі. Біріншіден, сені кезіктіргеніме Алла тағалаға алғысым шексіз. Сол кездесудің арқасында екеуміз бүгін ерлі-зайыпты болып отырмыз. Екіншіден, дәл қазіргіде адам болғаның үшін рахмет. Ең жақын адамым, сүйіктім. Бастысы денің сау болсын, қалғаны маңызды емес. Әлі алдыда талай қызықтар күтіп тұр. Сенімен бірге болғаныма қатты қуаныштымын. Енді мен Махаббат Мүсіліммін деп жазды Тәуекелдің жаны. Тәуекел Мүсілім ақыр соңғы ұзақ уақыт бойы іздеген жанын кездестіргенін жеткізді. Жас жұбайлар әлеуметтік желіде белсенділік танытып, өз жанкүйерлерін жаңа суреттермен қуантуда.